Мен Хуашин компаниясына көп алғыс айтам. Бірінші Алла, екінші осы Хуашин компаниясының өнімдерінің арқасында менің қызымның негізгі диагнозы синдром Дауна. Қазіргі таңда қызым жүреді, түсінігі бәрі норма, барлық жерге оңалтуларға апарып жүрмін. Түсінігінің бәрі жақсы дейді, қалыпты. Көп адам айтады, қарайды да, қызыңда қосымша диагноз жоқ сияқты ғой деп қарайды, сөздің шыны керек. Көбіне жаңа кальцийді үзбей пайдаланам. Айына 5 кальцийден алып жүрдім. Аз айттым ғой, енді результат болғасын әлі де пайдаланам, Құдай қаласа. Селин чайын пайдаландым. Сосын трусики алдым женский. Соны мен майка қылып кигіздім қызыма. 4 айлығынан бастап пайдаланам өнімдерін. Результат өте жоғары деңгейде. Барлық өнімдерін пайдалануға кеңес берем. Синдром Дауна, 4 айлық кезінен бастап қарағандықтан сізде ол диагноз уже жоқ іспетті. Жоқ іспетті, түсінігі толық қалыптасқан деуге болады. Қалыпты балдармен садикте жүр қазіргі таңда. Залда тағы бір Дауна қыз дүниеге келген. Оның көзі катаракта, жүрегі екі жерден тесік. Ол қызға да осы өнімдерді ұсынып, бір рет Айнаш ханым екеуміз келіп кальций алдық, шарпстудты алдық, сосын чудо бриллиант алдық. 2 кальцийді сол кісі заказ беріп жатыр, алдырып берші деп. Есімі кім? Мира ханым, қызының аты Аяру. Енді ол да сол өзі келіп сізден кеңес алғысы келеді. Тамаша. Құдай қаласа уақытқа жазылып аламыз. Ол кісі жақсы результат көріп жатырмын дейді. Осы кальцийді ішкеннен де ойлаймын, басын ұстап тұр қызым деп. Сонымен кеше бірге толып май айында 1 жыл бойы басын ұстамаған қыз ғой. Кеше осылардың результаттан басын ұстады қызым деп WhatsApp-тан жазып жіберіпті. Көзге барса жүрек жарамайды, жүрек операцияға барса салмақ келмей тұр деп. Сонымен Уже басын ұстады. дейді. Тамаша. Сіздің негізгі мамандығыңыз? Медсестрамын. Қазіргі таңда да медсестрамын емханада. Қанша енді медицинадан да енді барып жатырмыз. Осы Хуашиннен көп результат көрдім ғой енді қызымнан.